Сәлем достар, сіздермен бүгін бірге мен Досбол ағай. Сіздер бүгін өзіме Досбол каналындасыздар. Бүгін бізде потенциалдық энергия практикалық сабақ өтеді. Яғни есептер шығарамыз. Бірінші есеп, бізде массасы 5 кг дене жерден 2 метр биіктікке көтерілді дейді. Яғни белгілерін жаза кетсек, массасы 5 кг 2 метр биіктік табу керек бізге потенциалдық энергиясын. Потенциалдық энергиямыз бізде негізі mgh формуласымен анықталады. Орнына қоя кетсек, потенциалдық деген массамыз бізде 5 кг, көбейтеміз 10, көбейтеміз биіктігіміз 2 метр. Сонда Е потенциалдық энергиямыз бізде тең болады 5-10 көбейтсек 50, 52 көбейтеміз 100 джоуль болады. Келесі есеп бізде екінші есеп, массасы 2 кг дене, биіктігі 4 метр жерден 1 метрге түсті дейді. Белгілерін жаза кетсек, массасы 2 кг, биіктігі яғни h1 тең 4 метр, h2-міз тең 1 метрге дейді. Бұл жерде бізге табу керек потенциалдық энергия. Яғни алдыңғы сабақта талқылаған болатынбыз потенциалдық энергияның өзгерісі бұл жерде. Сонда бізде mg h2 h1 азайту h2. Орнына қоятын болсақ, дельта потенциалдық энергия, дельта дедіміз, яғни потенциалдық энергияның өзгерісі. М бізде массасы 2 кг, көбейтеміз 10 бөлген 4 азайтылған 1. Бізде осы екінші есеп потенциалдық энергияны тауып отыр. Яғни потенциалдық энергиямыз бізде массасы 2 кг дене, биіктігі 4 метр жерден 1 метрге түсті. Яғни потенциалдық энергияның өзгерісін табамыз. 2 кг дене көбейттік 10, көбейттік 4 азайтылған 1. Яғни жалғастыратын болсақ, потенциалдық бізде тең 20 көбейту 3, яғни 60-ға тең 60 джоуль. Осындай бір оңай есеп. Келесі бізде үшінші есеп, серпе қаттылығы 200 ньютон бөлінген метр, ұзаруы 0,1 метр. Бұл бізде серпімділік потенциалдық энергиямыз. Яғни белгілерін жаза кетсек, К тең 200 ньютон бөлінген метр, ұзаруы 0,1 метр. Табамыз Е потенциалдық. Е потенциалдық дейді, серпімділік күші дейді. Алдында айта кеткен формуламыз Kx квадрат бөлінген 2 формуласын анықтаймыз. Қоятын болсақ, потенциалдық энергия тең 200 көбейтілген 0,1 квадрат бөлінген 2. Бұл жерде біз калькулятормен есеп жасайық. 0,1 квадраты көбейтілген 200 бөлінген 2. Яғни потенциалдық энергиямыз бізде 1 джоульға тең екен. Осындай тағы бір оңай есеп. Келесі бізде төртінші есеп, массасы 3 кг дене 10 метр биіктіктен 2 метрге түсті дейді. Яғни жаңағы екінші есепке ұқсас есеп, массасы 3 кг, h1 бізде 10 метр, h2 2 метрге тең дейді. Потенциалдық энергиясын табатын болсақ, Е потенциалды тең mg h1 азайту h2. Яғни бұл жерде өзгеріс екен, өзгертін жазуға. Потенциалдық энергияның өзгерісі орнына қоямыз. 3 кг көбейту 10 азайту 10 минус 2. Потенциалдық энергиямыз тең болады 30 көбейту 10-нан 2-ні аламыз 8. Сонда жауап 38 өтсек 24 па, 240 жауап. Осындай бір кішігірім есептер жинағы
талдаған болатынбыз сіздермен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Осындай потенциалдық энергияға қатысты есептер, яғни бұл жерде біз серпімділік және де ауырлық күшіне байланысты осы бір потенциалдық энергияға қатысты формулалар, қатысты есептер шығардық. Формулалар, яғни осы бізде потенциалдық энергияның өзгерісі, келесі потенциалдық энергияның серпімділік кездегі қолданылатын формуласы, осы формуланы талдап кеттік. Потенциалдық энергияның өзінің формуласы, яғни негізгі формуласы, және де потенциалдық энергияның өзгерісінің формуласын талдап кеттік. Кішігірім осы. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.